Bismillahirrahmanirrahim. Mынау Кабаның ешігі Хажарласлық. Мынау сары алтын жалатылған күмбездің ішінде мақам Ибрахим деп Ибрахим пайғамбардың ізі бар. Бұл Ибрахим пайғамбардың ізі сол жерде жаңағы бізге бүгінгі күнде музей қатары сақталынып қалғандағы мұны кереметті Құрандағы баяндап, мынау сол жерде екі рекет намаз оқу сүннет екендігін, сол жерде намаз оқыған жақсы екендігін Хазіреті Умар кереметті Құранда Аллах Тағала тастықтап айтқанға шейін еле, я Расулалла, ошол мақам Ибрахимде, Ибрахим пайғамбардың ізінің артында, тағырағы мына азыр мен тұрған жерде намаз оқыйлы, ошол жерде намаз оқып жүрбөйлү деп Умар алейхиссалам сунуш киргизгенден кийин Аллах Тағала ошол Хазіреті Умардың сөзүн тастықтап кереметті Құранда аят түшүрөт. Хазіреті Умардың өзгөчөлүгү ошол Аллах Тағала көкүрөгүнө акыйкатты салган сахаба деп bir qancha кереметті Құранда bir qancha аяттар Хазіреті Умар айтқаннан кейін тастықталған. Андан кейін Аллах Тағала ошол Хазіреті Умардың ойынын туура екендигин баса белгилеп аят түшүргөн. Ачыгыраак айта турган болсом, пайгамбарга аят келгенге чейин Хазіреті Умар мына ушул кээ-бир иштерди жакшы көрөт эле. Андан кейін Аллах Тағала ошол иштердин жакшы экендигин баяндап кереметті Құранда аят түшүргөн. Ошолордун бирөөсү мына ушул Ибрахим пайгамбардын оюнунда намаз окуп, Аллах кереметті Құранда biz бұл үйді адамдар жиналып дін ибадат кыла турган жайга айлантырдык. Ошол үйдөгү Ибрахим пайгамбардын ордунда намаз окугула деп буйрудук дейт. Мына ошол жерде куттан намазын окууга турабыз азыр. Аллах насип кылып ошол жерде турабыз. Аллах Тағала ибадаттарды кабыл кылган болсун. Бизди угуп аткан, көргөн мекендештердин жалпысына ушул жерге келип Аллахтын коногу болуп ибадат кылганды насип кылсын.